Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы еңбегі ерен елбасы. Оқу мақсаты ғылыми стильде пікір, мақала, презентация. Жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау. Тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздерді сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Суретте кімдер бейнеленген? Бірнеше сөйлеммен өз пікіріңізді айтыңыз. Суретте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Барак Обама және Пан Ги Мун мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бейнеленген. Оқушылар сурет бойынша пікір айта алса, 1 балл. Мәтінмен жұмыс. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз, мәтіннің стилін, негізгі идеясын анықтаңыз. Оқушылар сілтеме арқылы мәтінді тыңдайды, мәтіннің стилін және негізгі идеясын анықтайды. Мәтіннің стилін анықтаса 1 балл, негізгі идеясын айта алса 1 балл. Мәтінмен жұмыс. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқыңыз, мақала туралы өз пікіріңізді айтыңыз. Оқушылар мәтінді оқиды, мәтін туралы өз пікірлерін айтады. Егер мақала туралы өз пікірін айта алса 1 балл. Төртінші тапсырма. Пікірлер туралы ой бөлісіңіз. Айтылған пікірлерді қандай фактілермен дәлелдер едіңіз? Оқушылар Әбіш Кекілбаев пен Амангелді Айталының пікірлерін оқиды. Айтылған пікірлерді фактілермен дәлелдей алса 1 балл. Бесінші тапсырма. Жазылған мақала, пікірлердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасаңыз. Оқушылар мәтіннің құрылымдық бөліктерін, жанрын, неліктен осындай жанрға жатқызғандығын, стилін және дәлелдерін айтады. Автордың ерекше тілдік қолданыстарына мысал келтіреді. Тілдік жанрлық ерекшелігін анықтай алса 1 балл, жазылған еңбектерге талдау жасай алса 1 балл. Мәтін соңы жұмыс. 6-шы тапсырма. Берілген сөздерден сөз тіркестерін құрап талдаңыз. Сайлау, дауыс, бүкіл халықтық, сайлан, арна, алғышарт, белес, лауазым. Үлгі. Әділетті сайлау, президенттік сайлау, сайлау заңы, сайлау құқығы және тағы басқалар. Егер оқушы сөз тіркесін құрап талдаса 1 балл. 7-ші тапсырма. Жағдаяттық тапсырма. Жағдаят. Мектепте елбасымен кездесу кеші өтеді. Кешті өткізу сізге тапсырылды. Кешті қалай өткізесіз? Сценарийін дайындаңыз. Сценарий құрастырғанда сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді, яғни үтір, сызықша, тырнақшаны орынды қолданыңыз. Егер оқушы жағдаят бойынша сценарий құрастырса 1 балл, тыныс белгілерді орынды қолданса 1 балл. Кері байланыс. Сабақтан алған әсеріңізбен бөлісіңіз. Не жақсы өтті? Не жақсы өтпеді? Нені өзгерткіңіз келеді? Сізге не қиын болды? Сізге ең пайдалысы не болды? Оқушылар сабақтан алған әсерлерімен бөліседі. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.